Бәріне сәлем. Бүгін YouTube'тың видеосына қалай субтитр қосамыз. Сосын қайтадан контурларына басамыз. Видео бар, монтаж жасалып қойған. Сосын үстіңгі экспорт. Бұл CapCut'та жасалған. Видео экспортинг емес, бізге аудио керек. Экспорт аудио. Сосын атын жазамыз, сосын экспорт дейміз. Subtitle edit'ке барамыз. Одан кейін файл, new дейміз. New'ден кейін видео, видеодан кейін vosk, vosk'тан кейін AD, audio files, IO субтитр қосу, открыть. Сосын генерация, папка сол жерге SRT файл сохранить етілді деген сөз. Окей дейміз, cancel. Сосын файл open дейміз қайтадан. Сосын жәнегі біздің edit қайда? Edit'ке кіру керек. Сосын IO субтитр SRT-ні ашамыз қайтадан. Сосын жерден қараймыз. Бәріне сәлем, сіздермен бірге. Мына жерде қате болады, сіздермен бірге. Сосын Дәуіт сұраған. Сіздермен бірге қайтадан. Мына жерде егер тайм-кодты біріншісін бассақ, ол қайтадан өз қалпына келеді. Бәріне сәлем, сіздермен бірге тағы да Дәуіт сұраған. Сіздермен бірге тағы да Дәуіт сұраған дегенді жақсы жазды, папаматын. Дәуіт сұраған, сосын міне келесіне бару үшін былай басамыз. Тайм-кодтың, сосын автосубтитрді не дейді? Жасырамыз. Ана жерде автосубтитр болу керек. Автосубтитр. Сосын келесі жалғастырамыз. Бүгін After Effects. Сосын бүгін After Effects'те қалай автосубтитр қосу. Бүгін After Effects. Ағылшынша After Effects. Қалай осылай жаза бересіздер. Автосубтитр қосу керек. Маған қызық болды, реально. Дәл солай кете бересіз, осы жерден тайм-кодпен, аудиомен қарап, мына жерден сәйкестендіріп жазасыз. Енді бізде дайын болды дейік. Құрметті көрермендер, болды. Енді біз жасадық. Файл save as. Сосын мына жерден YouTube SBV болу керек. YouTube SBV. Соны таңдаймыз, сосын сохранить дейміз. Мен обновление жазадым. Барлығын қайтадан жасап шықтым. Ойлаңыздар, 5 минутқа қаншама уақыт отырмын. Біз видеомыз салып жатырмыз, загрузка болып жатыр. Мына жерде информация соларды толтырасыз. Сосын дополнение деген жерге кіреміз. Сосын добавить дегенді басамыз. Сосын мына жерге загрузить файл дегенді басамыз. С временным кодом продолжить. Содан кейін автосубтитр SBV. Бағанағы файлды таңдаймыз. Сосын болды. Мына жерде тяги. Не оқыт. Мына жерде қызыл. Достар, шынымды айтайын, мен өзім бірінші рет жасап отырмын. Мына жерде қызыл деген сөз ол қойылмайды деген емес. Сол. Бәріне сәлем, сіздермен бірге тағы да Дәуіт сұраған. Тағы да мен мына жерде көрсетілген пример. Соны қазір жасайтын боламыз. Ол үшін не істейміз? Әрине, After Effects ашамыз. Сосын бізде осылай окно ашылады, сосын New Composition. New Composition дегенді басамыз. Сосын 1920-1080. Все. Окей. Тексермей-ақ қойын енді. Шығады шығар. Болды. Субтитр қосылды.